Сәлем барлықтарыңызға. Мен қазіргі таңда радиология бөлімшесінде заведующийдің қасында жүрмін. Дәптеріңіз болса барлығын салып алыңыздар, естеріңізде қалсын. Сол кезде сіздер әртүрлі ауруларды бір-бірінен ажырата аласыздар. Студенттер, бұл жерде біз ең маңыздысы қатты қиындатпай қойық. Мен қазіргі таңда 2 аптаға жуық радиологтың қасында жүрмін. Сондықтан заведующийдің қасында жүрмін. Сондықтан менің айтатын ақпараттарым сіздерге практикада көп пайдасын тигізеді. Сіздер ауруларды ажырата аласыздар бір-бірінен. Бірінші қалыпты рентгенге қарайық. Мен қалай көріп тұрмын, солай айтамын сіздерге, студенттер. Мысалға, ақ болса, ақ болып тұр деп айтамын, қара болса, қара болып тұр деп айтамын. Сіздерге түсінікті болу үшін. Мына екі жағында өкпе омыртқа бар ғой, бізде ортада тұрған. Соның екі жағында біз ақ көлеңкені көріп тұрмыз. Ол өкпе түбірі деп айтады. Сол өкпе түбірінен шашыраған ақ тармақтарды көріп тұрмыз. Қараңыздар, дұрыстап, шашыраған ақ тармақтар. Бұлар тамырлар, студенттер, шатаспаңыздар. Бұлар кәдімгі тамыр, өкпенің ішіндегі тамырлар. Неге ақ болып тұр? Потому что ішінде қан тамырдың ішінде қан болады ғой, сол бізге ақ болып отражаться етіп тұр. Қасында қара тоже бөлімдер бар. Қара дөңгелек тармақтар бар. Бұлар бронхтар. Бронхтың ішінде ауа бар. Ауа бізге қара болып көрінеді. Қара түс болып рентгенде көрініп тұрады. Қазір мен рентгенде көрсетіп қоямын, бүйтіп қызылмен шеңберге салып, сіздерге наглядно болсын. Келесі, ең тағы бір маңызды нәрсе, ол студенттер, келесі ол синустар. Өкпеде бізде маңызды синус, ол костодиафрагмальный синус. Мына екі шетте тұр, қараңыздар, тоже штрихпен белгілеп қоямын, міне. Осы екі синус өте маңызды болып табылады, потому что бұл синус бізде нормада острый болып тұру керек, яғни қалыпты острый болып тұру керек. Егер мына суреттегідей жаңағы екі синус көрінбей ағарып тұрса оның орнында, онда ол жерде жидкость бар деген сөз. Всегда жидкость бізге ағарып көрініп тұрады. Осы жер түсінікті ме? Келесі бізде пневмоторакс деген бар. Пневмоторакс айтып кетейін, сосын жегімен пневмонияға барамыз, ателектазға барамыз, бәрін рет-ретімен. Пневмоторакс дегеніміз, сіздер білесіздер, бізде плевралда қуыс деген бар, плевральная полость. Сол жерге қандайда бір себеппен ауа келсе, ол жерге ауа енетін болса, ол ауа өкпені қысып тастайды. Естеріңізде болсын. Ол ауа өкпені қысып тастайды да, бізге осылай өкпе қысылған түрінде четкий контур болып тұрады өкпенің. Қысылған өкпенің четкий контурын көреміз, ал қалған аймақ, көрдіңіздер ме, ешқандай қан тамырдың тармақтары жоқ. Яғни ауа деген сөз ғой, студенттер. Өкпені бүйтіп басып тастайды, өкпе кішірейіп қалады, мына жағы полный ауа. Келесі бізде ол пневмония с плевральный выпадом, яғни пневмония выпадпен. Выпад деген сөз, былай қарапайым тілде жидкость деген сөз ғой. Жидкость жаңағы синустарға жиналады. Потому что гравитация бойынша сұйықтық төменге жиналады, сол секілді ең бірінші синустарға жидкость толып қалады. Келесі, біз пневмонияны ажырата аламыз қараюлардан. Қараю бізге ақ түрінде көрінеді, ақ дақтар түрінде көрінеді. Осындай пневмония жаңағы бөліктік болып бөлінеді бізде, сосын үлес сегментарлы деген әртүрлі түрлер бар. Бастысы бірінші пневмонияны ажыратып алу. Яғни пневмония ма, бұл жерде басқа нәрсе ма, оны лечащий врач өзі ем беріп көреді. Егер жақсарып оң нәтиже беріп бастаса, онда ол пневмония деген сөз. Ол пневмонияны диагностика жасау керек. Пневмонияға ұқсайтын басқа да аурулар бар. Білесіздер, инфильтративті аурулар бар. Тағы бір байқағаным, осы 2 аптадан бері жүргенімде, 2 аптаға жуық жүргенімде тағы түсінгенім, радиологтар ешқашан нақты диагноз қоймайды, студенттер. Мысалға, радиолог бүйтіп бір қарап, мынау пневмония деп, или мынау ателектаз деп бірден айта алмайды. Подозрение, по-любому. Диагностика жасау керек. Лечащий врач қандай да бір анализ тапсыру керек. Радиолог примерно вам скажет. Түсінікті ме? Радиолог примерно айтады, осылай мен көріп тұрмын, осындай нәрсе, четкий, контуры нечеткий, соларда. Келесі бізде ателектаз. Ателектаз осылай көрінеді, қатты ағарып тұрады. Не себепті? Потому что ателектаз дегеніміз ол сморщенный өкпе. Қандайда бір закупоркадан өкпеге ауа бармай қалады. Ауасы жоқ болғандықтан, ауа болмағандықтан өкпе жиырылып,
қасындағы средостение бар ғой, соны өзіне тартады. Ал керісінше плеврит көрсеңіздер, қандай да бір жидкость болса, ол қайтама ол өкпені итереді, өзінен қарама қарсы итеріс жасайды. Осындай маңызды белгілерін біліп алу керексіздер, жазып алу керек. Оны енді рентгенде болашақта көрген сайын көздеріңіз үйренеді. Бастысы пневмотораксты біліп алу керек, ажыратып. Диафрагма, мынау бізде екі куполы, соның көтерілуін релаксация диафрагмального купола деп айтады. Бұның көтерілуіне әртүрлі себептер бар. Мысалға, кейде атероктаз кезінде диафрагма көтеріледі, потому что өкпе сморщение болып қалады, сол кезде диафрагма көтерілуін көреміз. Кейбір пациенттерде диафрагманың өзінің адам туылған кезде бұл диафрагма бұлшықеттері бос болып келуі мүмкін. Ондай да себептер бар. Үлкен кісілерге қараңыздар. Егер үлкен кісілердің рентген снимокты қарасаңыздар, сіздерге осындай шашыраған белгілер көрсеңіздер, бұдан бірден қорықпаңыздар. Может, из-за возраста у человека может появиться застойное явление. Түсінікті ме? Өкпе түбірі күшейген сүгіретін көрсеңіздер, бұл может бронхит какой-то. Или рентгенограмманы қалай описать етеді, қалай жазады дамуметке десеңіздер, міне осылай жазады. Мен бәрін суретке түсіріп алдым. На обзорной прямой рентгенографии без никаких практикада не көрдім, соны сіздерге түсіндірдім. Практика более маңыздырақ. Ешқандай яркость, бұғана деп отырмаңыздар. Осындай нәрселер білсеңіздер, ертең сіздер дифференция диагностика жасауда өзіңізге пайдалы болады. Егер видео пайдалы болса, мен көптен бері видео салмай кеттім. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бұның барлығы сіздермен бөлісіп жатырмын. Сіздер де біліп жүрсін дегенім.